14-ші хадис. Аллах тағаладан ұзақ болатын кісі. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай деді: Аллахты еске алудан тыс, орынсыз көп сөйлемеңдер. Өйткені Аллахты еске алудан басқа бос сөздер жүректі қарайтады. Адамдардың ішіндегі Аллахтан ұзақ болатындар тас жүрек адамдар. Хадиске түсініктеме: әлемдегі барлық нәрсе әрекет етеді. Мәселен, желдің есуі, жаңбырдың жауы, өсімдіктердің өсіп шығуы. Ал адамзат баласы олай емес, өзінің қалауымен және еркіндігімен іске асырады. Адамды ұшар шыңға көтеретін, әрі тұңғиыққа түсіретін де оның қалауы мен еркіндігі. Сондықтан нағыз адам болу үшін сөзіміз бен іс-әрекетімізді Құран мен сүннетке лайықты етуіміз шарт. Адам өмірінде тілдің рөлі ерекше. Адамды уәзір ететінде әрі қарабет қылатын да осы тіл. Тана халқымыздың басқа бәле тілден деген сөзі осыдан қалса керек. Мысалыға, бір сөздің өзі адамның жұмаққа кіруіне немесе тозаққа кіруіне себепші бола алады. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, адам кейде бір сөзді айтып, оған мән бермейді, немқұрайлы қарайды да 70 жыл тозақта болады. Сондай-ақ немқұрайлы қараған бір сөз үшін жәннатқа барады. Тағы бір хадисінде, адам әрбір естіген айтар болса, оған күнә ретінде жеткілікті болады дейді. Сахаба Муаз бин Жабал: Аллахтың елшісі, сөйлеген сөзіміздің барлығына жауап береміз бе дегенде, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, адамдардың мұрындары мен сыдырылып тозақта азаптануларының басты себебі осы тілдің кесірі деп жауап берген. Адамдар айтқан сөздерінің себебімен тозақта мәңгі қалуы мүмкін. Оны мәңгілік тозаққа түсіретін нәрсе күпірлік сөз. Күпірлік сөз 3 топқа бөлінеді. Біріншісі куфру жахил, надандықтың кесірінен күпір сөз айтып Аллахқа қарсы шығу. Екіншісі куфру инади, исламның хақтың екендігін біле тұра мойымай қабыл етпеу. Үшіншісі куфру хукми, шариғаттағы тыйым салған күпірлікке бой алдыру. Осылардың алғашқы екеуі адамды имандылықтан шығарады. Соңғысы болса иман келтіргеннен кейін де иманнан шығарады. Үшінші жайт мұсылмандарға тікелей байланысты. Иман нұрына бөлінгеннен кейін оны сақтай алмай айырылу өте аянышты жайт. Мұндай жолға түсу көбіне ғапалдықтың салдарынан айтылған сөздердің кесірінен туындайды. Орынсыз көп сөйлейтін адамдар көбінесе жан жағындағы адамдарды күлдіріп, солардың ықыласына бөленемін деп аузына келгенін оттап қояды. Сөйтіп сол жағымсыз сөздердің кесірінен иманы әлсіреп, тіпті иманнан айырылуға дейін барады. Сондықтан бекер әзіл оспаққа мұқият болу керек. Дін тұрғысынан айтарлықтай әсер болмағанның өзінде иман жүзді адамның шектен тыс әзілге берілуі дұрыс емес. Хазіреті пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, жөнсіз әзілдесуден сақтаныңдар. Өйткені орынсыз әзіл мүміннің абыройы мен батыл келбетін жұрдай қылады деген. Мұсылманның әзіл айтуына болады, бірақ шектен шықпау шартымен. Олай болмаған жағдайда тас жарамын деп бас жарып алуы мүмкін.